Оқуыма барып жатырмын. Бірінші күн. Бүгін надеюсь, қазақтар болады. Болмаса да ештеңе болмайды. Көбінесе бәрібір де украинецтер болады. Солармен қасында сөйлесіп компанияны кіріп кету керек негізінде. Сұрастырып бәрін. Бірақ өте сезімтал болып тұрмын. Себебі бірінші күн болғандықтан да бір қазір 5 минутта жетіп қаламын. Хостелыма жақын орналасқан екен. Автобусқа немесе троллейбусқа отырғым келмеді. Сол себепті де қазір жаяу бара жатырмын. Енді бүкіл сабақ қалай өтіп жатқан туралы соның бәрін көрсете беремін. Сол үшін де қарап отырыңыздар, қалай онлайн, офлайн языковая школа жүретіні туралы. Вот это, короче, здание СТУ, зданиесі. Бүйтіп бір аты шыққан университет болса да, зданиесі сәл старыйлау екені бар еді. Енді қазір мен басқа жаққа кіріп кеттім. Яқты өзімнің кабинетін таппай жүрмін. Қазір ана бетті көрем. Сол бетте болса сырға барамын. Бірінші этаж деген маған қайқа барам білмей жүргенім бар еді. Маған 230 керек. Нақты 104 деген көрсетіп тұр. 230. Қазір потом кірем сізге. Не, короче, өзіме 230-ма келдім. Мына расписание екен. Енді осы жерде менде сабақ өту керек негізінде. Бірақ маяқта ешкім жоқ, және ешкім есікті ашпай жатыр. Және дауыстарды да естіп жатқаным жоқ. Сол себепті де білмеймін, бүгін сабақ бар ма, жоқ па. Негізінде бір 15 минут бар сабақтың басталуына, бірақ әлі ешкім секілді ешкім жоқ. Сол себепті де қазір көреміз. Сабақ болса жақсы болар еді. Қателеспесем, мен әлі бірінші күннің қалай өткен туралы айтқан жоқпын. Сол туралы айта кетейін. Бүгінгі сабағымыз 4 сағат болды, бірақ ортасында 20 минут бір үзіліс болды. Айта кететін болсақ, сол жерде 2 қазақты көріп қалдым. Орыстары да бар, және Украинадан келген балалар да тоже бар, әлбетте. Бүгінгі бірінші күнгі мұғалімнің аты жөнінде келесі күндері де осы Моника деген кісі беру керек. Өте күлкілі, өте қарапайым мұғалім, тек словакша жүргізеді, бірақ кейде оқушылар сөздерді түсінбей жатса, ағылшынша айтып береді, ағылшынша бәрі түсінеді. Мен кішкене түсінемін, сол жерде маған сәл қиындау. Осындай вайб хостелда негізі маған қатты қиын емес. Менде барлығы негізі жақсы. Егер де бағасы тиімді болғанда, мен мүмкін осы жерде қала беретінмін. Сол себеп, потому что мен темірден ауысып кеттім, ладно, қазір қайтып келем. Мен осы жерде егер де 30 күн тұратын болсам, ол маған уже где-то 500 евроға тұратын болады. Мен ол 500 евроға негізі квартираға жалдасам болады. Квартирада жалғыз тұрсам болады. Сол себепті де, мүлде бүгін нәрсе емес. Егер де 1-2 күнге анау болса, иә болады. Но көп күнге керек емес негізінде. Және сол, енді қазір бірінші күнге қайтып келетін болсақ, 4 сағат болды. Крижин деген кітаптан оқыдық. Тілдерін заданиялар жасадық. Сол жерде еще более қызық береді деген сабақтарын, себебі бір сөздерді ойлап табуымыз керек, бір сөздерді букваларды тауып соларды құрамамыз керек. Сол секілді ол өте тоже қызық болады. Жаңа темалар өттік.
балалар шынымен де тілді жақсы меңгерген. Сол себепті де солармен қызығып бүйтіп конкуренция ретінде сабақ оқысаң, ол өте өзіңе де өте жақсы и қажет. Себебі тек қана осы конкуренция арқылы мүмкін сен өсесің. Бірақ әркімде әрқалай, конечно, но менде солай өзімде өз басым. Егер де біреу тағы қасымда болса, мен сонымен конкуренция болып, сол кезде маған өте эффективно болады сабақ өту. Ертең тағы сабақ, бірақ ертең сағат 9-да сабақ. 9-дан 1-ге дейін жүреді. 1-ден кейін мен білмеймін. Шынымен білмеймін, не істеуім керек екенін. Енді қазір ойланатын боламын. Бұлда отырмын. Мына жерде осындай общий залдары бар. Осы ресепшнның қасында. Қазір мен тамағымды ішіп болдым. Және ертеңгі күнге асықпай дайындала беру керек. Осы демалыстар күндері бізде Прагада наурыз тойлаймыз. Ол жерде енді барлық қазақтар жиналады, олар өте көп болады. Сол себепті маған да бару керек, және де өзімнің кішкене заттарымды сол жаққа апарып сатуым керек. 3-4 жылда енді сатып тастаймыз деген ойдамын. Сосын сол күні, суббота күні кешке қарай сразу Братислава қайттан келу керек, себебі осы жерде қазақ пати болады. Бүкіл қазақтар жиналып, яғни түнгі клуб болады. Сол жаққа бірінші рет кірейін деп отқан жайым бар. Бірақ әлі билет алған жоқпын, бірақ әлі ойлаймын уақытым әлі көп деп. Сол себепті де әлі асығып жатқаным жоқпын, бірақ енді қазір ойланып отырмын, осы қосылда қалай жасасам болады деп. Солай. Осылай қазір енді ойланып отқан жайым бар.